Ол бірінші қиындық. Екінші қиындығымыз тек қана әдіс тәсілдерге жабысамыз. Не үшін мен әдіс тәсілдерді алуым керек, қандай әдіс тәсілдерді алуым керек деп көптеген қателіктер жібереді апайлар.
мынаған аяғымды басып мінез үзеңгі бұл деген. Үзеңгі мынаған мініп сен сабаққа жақсылап қарашы. Мініп көрші. Үзеңгіге мінесің, ерте оқуға отырасың. Бүгінгі сабағымыз саған қызық болу үшін сабақ ат жылқыға міну сабақ деген қызық қой бүгінгі. Қызық екен ғой. Иә, жақсылап қарасыңшы. Енді осы қалай атқа мінеміз, балаларға сабақ өтуге мұрша берші Сабина. Болды. Ол қызық міне атты. Мен осы ат туралы түсіндірейін деп жатырмын. Сабақ қызық болса кішкене тыңдаймыз, иә? Атқа міну қызық. Шауда одан да қызық. Қазір сабақ түсіндіріп болғаннан кейін болады. Қызық балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Бірінші сабақтан үзінді. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі зерттеу сабағы бастаймыз. Тақырыбымыз қандай екен? Қарап жүріңіздер. Салтанат, сабақ басталды ғой? Болдыңыздар ма әріптестер, сабағымызды бастайық. Бүгін сабағымыздың тақырыбы атқа міну өнері. Балалар атқа міну туралы не біледі? Балалар жауап беріңіздер. Атқа міну өнері қалай істейсіздер? Ат жақсы. Дұрыс, жарайсың тағы. Дұрыс. Бәйге. Иә. Дұрыс айтасың. Қыздар бүгінгі сабаққа қызық қандай еді? Ал балалар жеке жұмысқа өтеді, иә? Белгілері қалай бүгінгі сабаққа? Дайынсыңдар ма? Жиналдық біз балаша, бүгінгі күн тамаша. Ой, жарайсыңдар. Қане, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші жұмысымыз дәптермен жұмыс болсын. Апай, дәптер жоқ. Бәле саған. Құрметті әріптестер, осы жерде байқағандарыңыздай сабақ үстінде оқушының материалды және рухани құндылығы болады, қажеттілігі болады. Ал осы жерде материалдық қажеттілікті мұғалім өкінішке орай толықтыра алмай жатыр. Ал екінші дұрыс үлгісінде бақылаңыздар. Кешеде жоқ болды. Бүгін 2 сыныбында қазақ тіл сабағына зерттеу сабағы бар. Мен қазір сіздерге бүгінгі тақырыбымыз түбір мен қосымша. Қазір мен сіздерге үй жұмысын пысықтау мақсатында Word платформасы арқылы бірнеше тапсырмалар дайындап келгенмін. Соны интерактивный тақтадан көрсетейін деп едім. Бір-екі оқушы келіп, маған тапсырмаларды орындауға көмектесті. Балалар, бізде техникалық ақауларға байланысты бізде интерактивный тақтамыз қосылмай қалды, интернет желісі қосылмаған екен. Енді мен оны телефон арқылы, яғни ұялы телефон арқылы көрсетемін деп отырмын. Біз осылай зерттеу сабағында техникалық ақаулар болса, интерактивный тақтада интернет желісі бізде сабақтарда кездесті осылай. Болмай қалған кезде телефоннан ары қарай жалғастырып сабақты өте бердік. Тоқтап қалмай. Иә, тоқтап қалмай. Интернет жоқ деп балаларды көңіл күйін түсірмей ары қарай жалғастырасың. Әріптестеріңіздің сабақты бағалауы сіздің ойыңыздан өзгеше болса, қалай әрекет етесіз? Екінші сыныбы көріністі тамашалаңыздар. Балалар, бүгінгі өткізілген сабақ бойынша мен сіздерді орындаған тапсырмаларыңыз бойынша сіздерді бағалап жіберейін. Нұрғана саған 5 бал. Әйгерім саған 3 бал. Ернұр саған 2 бал. Айдана саған 3 бал. Каусар саған 2 бал. Арайым саған 3 бал. Мен
түсінбедім. Мынау қалай бағалап жатыр? Сіздің бағалауыңыз дұрыс емес болды ғой. Енді балалар білу керек қой, өз-өзін не үшін бағалап жатыр, қанша балл алып жатыр. Сіздің мақсатыңыз қайда? Мақсатыңыз дескриптор құрылмай ма? Дескриптор бойынша балалар біздің мақсатымыз зерттеуге алып отырған, өзін-өзі бағалау керек, өзара бағалау керек. Сіздің бүгінгі бағалауыңыз бізге ұнамады. Келесіде соған дұрыс әрекет жасап, дескриптормен дұрыс бағаласаңыз. Екінші топ. Егер сабақ жоспарын талқылау барысында топтағы мұғалімдер әртүрлі әдістерді ұсынса, қай әдісті таңдар едіңіз және неге? Көрінісіміз бастауға рұқсат етіңіздер. 3-ші И сыныбы орыс тіл сабағы. Мен 3-ші И сыныбында Калифорния әдісін қолданамын. Ол жерде себебі бізде оқушылар тыңдалым болмағандықтан оқушыға берілген сұраққа олар ешқандай жаңағыдай тыңдалым нашар. Мен 40 жылдан әдісін ұсынар едім. Неге, не себепті? Не үшін? Себебі мына балалардың жылдамдығын арттыру үшін. Жылдамдығы. Ал бұл жерде орыс тілі сабағы бірінші жылы өтіп жатыр, 3-ші сынып, сіз жылдамдық әдісін қолданғыңыз келіп тұр, бұл сабақта. Сіздер әріптестер орыс сызтама? Осы келеді. Енді орыс тілі сабағы болғандықтан, ол шектер ғой қанша айтқанмен. Өз қазақтан қазір дұрыс меңгере алмайтын оқушылар бар, иә. Сол себепті сабақтарға сыныптың деңгейіне қарай отырып, оқушылардың деңгейіне қарай отырып, әдісте соған дайындаған дұрыс деп ойлаймын. Мен суреттер сөйлейді деген әдісті алғым келеді. Сіздің өткен сабағыңыздың тақырыбы ер тарғын батыр туралы ғой, иә. Суреттер иллюстрация, мақсатқа қарау керек. Ана жерде мақсатта иллюстрация, көрнекіліктер, фотосуреттер деп тұрған бола, суреттер сөйлейді деген әдісті ортаға ұсынғым келеді. Енді өзі ол ары қарай тағы талқылаймыз. Өз ойын айтсын. Әріптестер айтасыздар ма өз ойларыңызды? Сынып жетекшісі өз сыныбының деңгейін біледі, сіз қалай ойлайсыз? Мен Галияпайдың әдісімен келісемін. Суреттер сөйлейді әдісін келсеңіз, иә? Мен топташы ретінде мен де келсем, белгілі мақсатты иллюстрация деп тұр, иә? Сурет арқылы балалар сөйлейді. Оны мен де байланыстырамын, жаңағы ертарқы батырлыққа балалар баулаймыз, иә? Орыс тілі болғандықтан ол күрделі балаларға бірінші жыл өтіп жатыр, кейбір балалар оқи алмай да жатыр, баяу оқиды. Сондықтан сіздің негізі жылдамдық әдісін біз ала алмаймыз. Ал Асия сіздің әдісіңіз балаларға әлі күрделі. Келесі жылға алуымызға болады. Өйткені орыс тілі болғандықтан оны меңгере алмайды деп шештік. Топ бойынша енді суреттер әдісін аламыз деп шештік. Мақсатымызға жету үшін сол мақсатқа байланысты біз сол мақсатқа әдіс алып балаға тапсырма береміз. Деңгейіне де қарап, сол деңгейдегі балаларға мысалы суреттер әдісі деген ыңғайлы деп ойлаймын.